Жамбыл облысы Меркі ауданында балалар жаппай астан уланды. Аудандық ауруханаға 12 мен 17 жас аралығындағы 22 бала бірінен кейін бірі жеткізілген. Ақ халаттылар жеткіншектердің басым көпшілігі іш ауруы және құсу белгісімен түскенін айтып отыр. Олардан сынама алынып, қазір этиологиясы анықталмаған гастроэнтерит диагнозы қойылған. Жалпы улану дерегі аудандағы демалыс орталықтарының бірінде болған. Ал астан ұшынған балалар Меркіге Қызылорда қаласынан спорттық оқу жаттығу үшін келгені белгілі болды. Демалыс орталығына барлығы 103 жас спортшы мен 13 жаттықтырушы орналасыпты. Қазір бизнес нысанына облыстық санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаменті тексеріс жүргізіп жатыр. Оған қоса аудандық полиция бөлімі де істі тіркеген. Сараптамамен тексеріс нәтижесіне байланысты шешім қабылданады. Ауруханаға жүгінген науқастардың жағдайы жеңіл дәрежеде, денсаулықтары қалыпты, түнімен дәрігерлердің тұрақты бақылауында болды. 22 қаңтар күні ертеңгілік 21 бала толықтай дәрігерлердің тексеруінен қайтып өтті. Жағдайларының жақсы болуына байланысты ауруханадан шығарылды. Демалыс орнында қалған балалардың барлығы бақылауға алынған, олардан ауру белгілері анықталған жоқ.